Археология ғылымы бізге өткеннің сырын ашуға көмектеседі, бірақ кейбір археологиялық олжалар соншалықты таңғаларлық, тіпті ғылым оларды түсіндіре алмай құпия түрде сақтауға мәжбүр болды. Бүгін біз тарихта табылып, бірақ белгісіз себептермен тыйым салынған немесе жасырып тасталған археологиялық артефактілер туралы баяндаймыз. 1901 жылы Эгей теңізіндегі Артикетир аралы маңында ерекше қола құрылғы табылды. Бұл механизм күрделі түсте берілістерден тұрады және ғалымдар пікірінше ежелгі гректер оны астрономиялық есептеулер үшін қолданған. Оның технологиясы өз дәуірінен мыңдаған жылда алда болған. Сондықтан кейбір зерттеушілер бұл білім адамзатқа бөтен өркениеттен келген болуы мүмкін деп болжайды. 1938 жылы Бағдат қаласы маңында ерекше құмыралар табылды. Бұл құмыралар ішінде мыс және темір электрондары байланысты алғашқы гальваниялық элементтер болуы мүмкін. Бірақ ресми тарихқа сүйенсек, электроэнергиясы 18 ғасырда ғана ашылған. Бұл артефакт ежелгі өркениеттердің технологиясы біз ойлағаннан да дамыған болуы мүмкін деген ойға жетелейді. 1959 жылы Грекияның Пирей портында қоладан жасалған мүсіндер табылды. Ең қызығы, олардың қашан жасалғанын анықтау қиын болды. Өйткені олар 19 ғасырдағы технологиямен өңделген сияқты көрінді. Бірақ шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырда жасалған болып шықты. Бұл ежелгі өркениеттер металл өңдеу әдістерін біз ойлағаннан да ертерек меңгергенін көрсетеді. Перу жерінде табылған екі тастарына түрлі бейнелер ойылып салынған. Ең таңғаларлығы, бұл тастарда адамдар мен динозаврлар бірге өмір сүргенде көрінді. Егер бұл рас болса, онда динозаврлар миллиондаған жыл бұрын жойылды деген теория күмән тудырады. Көптеген ғалымдар бұл тастар қолдан жасалған деп санайды, бірақ олардың нақты шығу тегі әлі де белгісіз. 1938 жылы Тибет пен Қытай шекарасында археологтар үңгірден ерекше тас дискілерін тапты. Бұл дискілерде белгісіз таңба ойылып жазылған. Кейбір зерттеушілер оларды ежелгі ғарыштық өркениеттермен байланыстырса, кейбіреулері жай ғана ерекше мәдени мұра деп есептейді. Алайда Қытай үкіметі бұл артефактілер туралы ақпараттың таралуына шектеу қойған. Сауд Арабиясының кейбір аймақтарында өте көне, белгісіз жазбалар табылған. Бұл жазбаларда ежелгі өркениеттер таңғажайып оқиғалар баяндалған болуы мүмкін. Бірақ Сауд Арабиясының үкіметі бұл аймақтарға археологтардың кіруіне шектеу қойған. Бұл археологиялық олжалар біз білетін тарихтан да терең сырлар бар екенін көрсетеді. Әлемнің түкпір-түкпірінде әлі де ашылмаған көптеген жұмбақ артефактілер бар. Бәлкім болашақта ғылым бұл құпиялардың сырын аша алатын шығар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Тарихтың біз білмейтін қырлары болуы мүмкін бе? Пікірге қалдыра кетіңіз.